Ana tilin ardақтап, ата салтын біз көрдік, сурет салып ән жаттап, оқып жазып үйрендік. Сүйген өз қыз өз ұлын, оқушыларымыз деп аянбай, мектебіміздің директоры Айгүл Ишанқызы, еңбегіңіз біз үшін, айтамыз біздер мың алғыс. Тілім, ана тілім, өз тілім, Мұхтар Абай сөйлеген дана тілім. Осы тілдің ұқтырған терең сырын Қарлыға, Шәмия апай, Ажар апай әрқашанда біздерге берген білім. Сіздерді шын жүректен ұстаздар күнімен құттықтаймын. Тек үйреттің әділдікті, адалдықты, жирендік, ажыратты, жамандықты. Райхан апай еңбек жолын өзін салған, бар деп ұққан әрқашан балан мықты. Гүлжан, Гүлзат апайлар саналады жеке дара. Мектепте онсыз өтпес ешбір шара. Деніңіз сау болсын деп тілейміз біз, тәліміңді жаттаған әрбір бала. Ойланып есеп шығартып, 4 таңбаны білдірген, ғылымдардың патшасы Гүлжан апай біз білген. Бұл тілдің сан қырлары бағындырған, сабақтары біздерді сағындырған. Күләш апай, Зәуре апай, Ипигүл апайлар түзеп кетсе, орысының өзінде жаңылтырған. Жаралған жақсы өтпе мұраттардан, шансыз ғой әлдилеген шуақтарма. Жаттатқан әндібеңіз есімізде, Күлсім апай аяулы үнің сияқталған. Ұстаз атты бір жан бар, оқушылар ұстаздарды тыңдаңдар. Әр күн сайын білім берер сендерге, үйретеді өмір жайлы бұл жандар. Олап баптап өсірген, бұзықтық етсек кешірген. Ұмытпаймыз сөздеріңізді, ұмытпаймыз өздеріңізді. Альбин апай, Балжан апай, Күләш апай және барлық мұғалімдер, сіздерді мерекелеріңізбен құттықтаймыз. Еліміздің ұлағатты ұстаздары болыңыздар. Біз секілді шәкірттеріңіз көп болсын. Сіздерге мың алғыс. Қосып алып, бөліп тағы көбейткен. Шаршы ауданын тауып санды теңейткен. Ләззат апай, Раушан апай мың алғыс. Есеп теуді бізге талмай үйреткен.